Егер де сіздің инстаграмыңыздағы стористің охваты төмен түсіп, ешкім қарамайтын болса, немесе азайып кетсе, осы видеоны көріңіз. Осы видео себепті сіз өз сторисіңіздің охватын көбейтіп, көп адамда қарататын қыласыз. Кеттік. Ассаламалейкум достар, сіздермен бірге Асқар Нұраков. Бүгін біз инстаграмдағы стористің охватын қалай көтереміз, сол туралы айтатын боламын. Ең бірінші 8 правила бар, яғни 8 правила. Осы 8 правиланы сіз жаттап алу керексіз. Осы 8 правиланы және де қосымша правилаларды жасаумен сіздің охватыңыз көбейе түседі. Ал тіпті білесіздер ма, ол сол охват көбейген кезде сіздің яғни сіздің подписчик емес адамдарыңызға, сізге подписчик емес адамдардың өзіне сіздің сторисіңізді көрсетіп, егер сіздің сторисіңіз қызықты болса, олар сізге жазылады. Бірінші, регулярно сторис салу керексіз, яғни күнде. Күніге 5, 6, 7. Шамамен 4 пен 7-нің араларында болу керек. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, миллион, миллиард керек жоқ. Әрине қалжың. Сол үшін де 10-нан аспасын. 7, 8 это нормально. Ал 3, 2-ден көрі 5 пен 7-нің арасы вообще керемет болады. Неге дейсіз? Неге? Себебі сіздің сторисіңіз көп болса, адамдар тез басып, оқымай, қарамай, мән бермей өткізіп жібереді. Нәтижесінде сіздің сторисіңіз басқа адамдардың артына түсе береді уже. Андай сіз парақшаңызда қарап отырасыз ғой инстаграмда. Сол кезде сіздің сторисіңіз сіздің подписчиктеріңізге бірінші болып шығып тұру керек, үнемі кезекпен шығып тұрады. Сол жерде сіз регулярно салып, және де көптеген адамдар сіздің, яғни подписчиктеріңіз тек қана сізді асықпай, тоқтатып қойып, оқып, қарап жатса, немесе видеоны қарап, сол какой-то 14 секундын берсе сендерге, сіздің сторисіңізге қарап, мән беріп, онда инстаграмның алгоритмында сіз мысалы сізге көп охват береді. Значит, мынау адамның сторисы көп адамға қызықты. Сол үшін біз басқа подписчик еместерге де көрсететін боламыз дейді. Сонымен біріншісі не болды? Регулярно пост саласыз, және 5 немесе 7 сол аралықта болу керек. 10, 15, 100 керек жоқ. Сіздің сторисіңіз ешкімге қызық емес, жалықтырып жібересіз. Қазіргі күндегі дәл осы уақытта 2021-нің аяғы, міне дәл осы уақытта актуальный тема осы. 5, 7 өздеріңіз салып, қызықты былай сторисы қызықты болады деген немен үміттеніп салып көріңіздер. Сол кезде өздеріңіз байқайсыздар жалпы айтқанда. Ол бір. Екінші, сторисіңізға рекламаны салмайсыз, немесе азайтасыз. Енді бұл көптеген подписчигі бар адамдарға арналған. Жалпы айтқанда көбімізге деген сияқты оларға қатысы жоқ. Сонда да біліп қойған дұрыс. Бұл біздің, яғни сторисіміздің охватын түсіретін болады. Яғни ол қызықсыз. Адамдар көрмейді, баса салады. Сол үшін де сіздің охватыңызды резко түсіреді. Бұл екі, рекламаны азайтамыз, немесе реклама жібермейміз сториста. Үшінші, қызықты темаларды айтатын боласыз. Яғни сторисіңізде сіз қызықты темаларды айтатын боласыз. Аудиторияға қызықты немесе пайдалы. Ол 3. 4, байланыста болыңыз. Яғни подписчиктеріңізбен байланыста, бай айтады ғой, мысалы маған сұрақ қойыңыздар, жалпы айтқанда, олармен байланыс, олардан сұрақ алу. Бұл бізде 4 болды. 5-ші, сторисіңізда тексті пайдаланыңыз. Мысалы, сөйлеп отырасыз, немесе сурет, немесе бір жерде түсіріп жатсыз, бір нәрсені сурет қылып қойдыңыз, немесе видео қылып қойдыңыз, сол жерге сіз обязательно текст түрінде жазып кетіңіз. Себебі білесіздер, стористі қарап отқан кезде звукты біреулер баспайды, басқаннан кейін дауыс шығады. Ал дауысын шығарып қойыңыз, немесе сол туралы комментарий беріп өтесіз. Бұл бізде 5-ші болды. Текст жазу, яғни сторисіміздің бетіне текст жазу. Енді бізде 6-шы. Ракурсты өзгертесіздер. Мысалы, ракурсты өзгерту деген, мысалы, мен осылай говорящий голова постоянно үнеме болмау керек. Мүмкін сізді алыстан түсіреді, мүмкін шетіңізден түсіреді деген сияқты. Немесе басқа түрлі кадрларды араластырып сторисіңізді жіберіп отырасыз. Бұл бізде 6-шы болды. Ракурсты өзгертіп отыру. 7-ші, егер де сіз сторисіңізді көтергіңіз келсе, сіз обязательно текст түрінде бір постты алып, соны бір 5-ке немесе 3-ке бөліп, сөйтіп жасау. Мысалы, білімді адам мен білімсіз адамның қандай 3 айырмашылығы. Бірінші, білімді адам мынандай, білімсіз адам мынандай. Екінші сториста білімді адамдар мынандай, жалпы айтқанда сондай. Соны сіз 3-ке бөліп жазасыз. Нәтижесінде ол басында көреді, яғни бұл 4-ші сторис, 4 сторис болады. Бұл жерде міне басында сіз жазасыз, білімді адам мен білімсіз адамның 3 айырмашылығы деген бір сторис шығарасыз. Одан кейін үшінші айырмашылықтың біріншісі, сіз мысалы мынандай себеп, білімділер былай, білімсіздер былай. Кетті уже екінші сторис.
Ода да екінші сторис, үшінші стористе солай айтасыздар, төртінші стористе уже сіздің үш айырмашылықты түсіндіретін боласыздар. Жалпы айтқанда бұл сторис бір-бірімен связь болу керек. Бұл жалпы айтқанда сіздің біріншісін көрген адам екіншісін көргісі келеді, үшіншісі, төртіншісі, бесінші. Сіздің мақсатыңыз осы стористе адамдарды ұстап қалу. Общий айтқанда сіздің мақсатыңыз сториста адамдарға көп, олардың 14 секундын алып, яғни сторис 14 секунд қой, ұзақтығы, одан да аз болуы мүмкін, сіздің салғаныңызға байланысты мүмкін фотода. Сол уақытта сіз белгілі Инстаграмның берген уақытын сіз сол уақытты үнемі қалай тиімді пайдаланып, сіз соны қолдансаңыз, сізге көп ақпарат беретін болады. Және де 8-ші, сіз бэкстейдж жасаңыздар, мысалы видео түсірген кезде неше түрлі сыртыңыздан түсіріп, жалпы айтқанда жалықтырмайтын кадрларды. Бэкстейдж деген, мысалы мен бір нәрсені жасап жатсам, соны сырттан түсіру. Мысалы мен мобилограф болсам, бір жарнаманы жасап жатырам былайша, а мені уже сырттан түсіреді. Мынандай жарнама осылай түсіріледі деген. Сондай бір қызықты кадрларды араластыру, былай айтқанда, жалпы айтқанда. Сол міне осы 8 нәрсе сіз естен шығармаңыздар. Ең маңыздысы, сіз сторисіңіз қызықты болу керек және пайдалы болу керек. Адамдардан үнемі сұрақ жауап алып отыру керек. Олардан сіздерге не қажет, сіздерге не ұнайды, сіздердің ойыңыз қалай. Олардан жалпы мақсатымыз эмоция алу. Эмоция, оларға дауыс беру, құқын беру, мысалы. Оларға опрос жасау, олардың арасында сұрақтарды қою, тесттерді беру, жалпы айтқанда олардың эмоциясын алу. Жалпы айтқанда сізден олардан эмоция алу керексіз. Сіз себепті, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, сіз себепті Инстаграмда адамдар сторисіңізді көп қарап отыратын болса, допустим, секундтың өзі решать етеді, шешеді, секундтың өзі шешеді. Сізге Инстаграм көп ақпарат береді. Көп ақпарат бергеннен кейін сізді подписчик еместеріңізге, яғни сіздің подписчик еместеріңізге сіздің сторисіңізді көрсетіп, жаңадан трафик, жаңадан подписчик келетін жолдарды жасап береді. Сол үшін де сіздер стористі дерзкі жасаңыздар, әдемілеп жасаңыздар, пайдалы болсын, қызықты болсын. Толтырмаймыз, 10, 20, 30 немесе біреуін салып, немесе салмай қойып жүрмейміз. Енді келесі видео не туралы болады? Так, мен әлі шешкен жоқпын. Мүмкін сіздер айтасыздар, не туралы шығарайын. Мүмкін сіздерден сұрайын. Мен де жаңағы сторис сияқты сіздерден білгім келеді. Не жайлы келесі видео шығарамын. Сол туралы сіздерден сұрайын деп едім. Комментарияға жазып кетіңіздер. Лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Ұнаса лайк қойыңыздар, ұнамаса дислайк қойыңыздар. Ол сіздердің ақыларыңыз әрине. Бірақ бәрі честно болсын. Ұсыныстарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Егер кемшілік көрсеңіздер, оны да жазыңыздар. Бәріміз де идеал емеспіз, но өсеміз. Сонымен сіздермен бірге болған Аскар Нұраков. Каналға жазыңыздар, бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.